тастанды. Мұндайда нақты көмек көрсетер жағдайы болмаған соң, адамның айтар сөздері де салмақсыз болатындай көрінді өзіне. Сонда да шалт шешім қабылдап отырған Айнаны өмірлік өкінішке ұрындырар қадамнан сақтандырып, ақылға келуге шақырды. Қолынан келгенше көмектесуге уәде берді. Айна тіл қатқан жоқ. Әйелдің тас боп қатқан жүрегін жібітемін бе деген соңғысы үмітпен, қызың өзіңнен аумайды. Оң қабағының үстінде қарауытқан белгі бар. Сірә, сенікіндей мен болатын шығар. Көрдің бе? деген. Айна аузынан әлдене шығып кетеме деп қорыққандай, ернін жымқырып, басын шайқады. Дәрігер, әлі де ойлануға уақыт берейін. Асығыс шешім қабылдама, деп палатадан шығып бара жатқанда. Келіншек тағы да бір жылы сөздер күткендей, бұған жаудаңдай қараған. Әлдене дегісі кеп, оқтала беріп, тоқтап қалып еді. Жүзіндегі бағанағы қатулықтың сірі сөгілгендей әсер еткен бұған. Алдамшы әсер екен. Айна сол түні баласын тастап қашып кетті. Жарық дүние есігін аттамай жатып, тірі жетім атанған сәбидің шешесін іздеп, таппақшы болып дәрігерлер әрі жүгірді, бері жүгірді. Милицияға хабарлады. Қаладағы әйелдер консультацияларында есепте тұрған әйелдер арасынан іздестірді. Ақыры барлық әрекеттері нәтиже бермеген соң, дәрігерлер оны анасының атымен атап, Асанова Айна деп куәлік толтырып, нәрестелер үйіне өткізді. Арада 18 жыл өткенде, әйелдер босанатын үйде тағдыр Нағима Әмір қызын кіндігін өзгескен осы Айнамен екінші рет кездестірді. Ең өкініштісі, оқиғаның топ-тура Айнаның өзі дүниеге келгенде, шешесі істеген іс сияқты Айна қатесіз қайталанғанын айтсаңшы. Түнде босанған әйелдердің медициналық кітапшаларын бөлім меңгерушісінің қолына ұстата беріп, кезекші дәрігер, мына әйел баласын тастап кетемін деп жатыр, деп бір кітапшаны бөлек ұсынды. Нағима Әмір қызының көзіне Асанова Айна деген жазу оттай басылды. Бұл атты қалай ұмытсын? Ұмытпақ түгілі дәрігерлік тәжірибесінде алғаш кездескен көкек ананың аты жөнін, бет бейнесін ұзақ жылдар бойы санасынан өшіре алмаған. Ол ма, баланы Айна емес, өзі тастап кеткендей қиналғанын айтсаңшы. Тіпті баласын тастап кету туралы ойынан қайтара алмадым. Ісінің қателігіне көзін жеткізе алмадым деп, өзін өзі кінәлаған кездері де болған. Кейде автобус терезесінен қарап отырып, көшеде кетіп бара жатқан жас әйелдерден сол қашқын әйелге ұқсасты қыз деп кездесіп қалам ба деп қарап жүретінін өзі де байқамай қалатын. Бірде екпіндеп басып, өзен озып бара жатқан жас қызды соған ұқсатып, қолынан шап беріп ұстай алғаны бар. Бірақ ол Айна болмай шықты. Келе-келе мұндай оқиғалардың қаншасы бастан өтті. Енді міне тағдырдың өзі алдынан шығарып отыр. Жай ғана шығарып қоймай, жүрек пен жүйкеге салмақ түсірер тағы бір оқиғаны кесе көлденең тартып отырғанын қарасаңшы. Әлде сонау дәрігерлік қызметке алғаш кіріскен жылдары тәжірибесінің жоқтығынан, өмірден көріп білгені аздығынан, қолында билік жоқтығынан жіберілген кемшіліктің орнын толтырсын деп алдынан шығарып отырмай екен. Кітапшаларды жинай салып, дәрігер Айна жатқан палатаға беттеді. Өрімдей жас қыз, не айтарыңды білемін дегендей, дәрігерге немқұрайлы көз тастап сұлық амандасты. Оң қабағының үстіндегі ноқаттай қара мең мөлдіреген көзін одан әрі мұңға толтырғандай. Толғаға ауыр болып, қиналып босанды мекен, әлде жанын жегідей жеген ой қажытты мекен, әйтеуір түрі шаршаңға. Кешелі бері өзіне келіп, ақыл айтушылардан мезі болғанын көрсеткісі келгендей. Сен де қалай келсең, солай кетесің дегенді білдіріп, Нағима Әмір қызына мысқылдай қарады. Нағима Әмір қызы жағдайын сұрап, бөпеңді көрдің бе, дей беріп еді, мәселені бірден шешіп тастағысы келетінін танытып, я от него отказываюсь, деп қойып қалды. Әңгімені одан әрі созбау үшін айтар сөзін алдын ала даярлап қойған сияқты. Дәрігерге ол арадағы әңгіме басқа арнаға бұрылса, немесе
ұзаққа созылса өзін өзі ұстай алмай сыр беріп қаламын ба деп қорқатындай көрінді. Ұзақ жылғы тәжірибесінде көкек аналардың талайын кездестірген Нағима Әмірқызы мұны бірден байқады. Байқады да қатты сөйлеп, болмаса ақыл айтып, онсыз да басы қатып отырған жас әйелдің санасына салмақ салуға асықпады. Сол күні түні бойы дөңбекшіп ұйықтай алмады. Опырмай, бұл оқиғаны қандай заңдылықтың аясына сыйдыруға болады? Анасын көрмеген, білмеген, ықпалында болмаған қызының бір кездері шешесі жасаған істі айна қатесіз қайталауына қандай түсініктеме беруге болады? Әдетте сүтпен сіңген деп жатады. Ал бұл болса, ана сүтін ембеген де ғой. Орыстың жеміс ағашынан алысқа түспейді деген мақалы осындайдан шықты ма екен?